Сәлеметсіз бе, Хуршидам апай. Сізге осы мамандық таңдау жобасы бойынша бір-екі сұхбат алып сұрақ қойып жүрсек. Бірінші сұрақ, сіз осы мұғалімдік мамандыққа қалай келдіңіз? Не себеп болды? Мен бұл мұғалімді таңдау бойынша өз қалауыммен келдім. Өйткені мектепте оқыған кезде менің өзімнің арманым болған. Мұғалім боламын деп. Сол үшін мен өз қалауыммен осы мамандықты таңдап алдым. Өте жақсы. Екінші сұрақ, сіз осы неге именно физика пәнін таңдадыңыз? Не себеп болды осы пән таңдауға? Бұл пәнді мен тек қана физика емес, физика-математика бағыты бойынша өте қызығып оқитынмын. Және ең бір себеп тағы біздің үйде папамыз электрик болған. Сол бойынша ол өздерінің үлестерін қосты да осы мамандықты таңдау бойынша. Жақсы. Хуршидам апай, сіз осы мектеп қабырғасына жұмыс істеп келе жатқаныңызға көптеген жылдар болды. Осыны пайдаланып, сіз жаңадан мұғалім болам деген оқушыларға қандай кеңес берер едіңіз? Мен осы мамандық бойынша жұмыс істеп отқаныма 14 жылдан асты. Мен енді осы мектепте мұғалім болам деген оқушыларға айтатыным, жақсы оқып, білім алып, келешекте білімді ұрпақты тәрбиелеуге еңбектеріңді аямаңдар деп айтқым келеді. Рахмет. Бізбен сұхбатта болған физика пәнінің мұғалімі Хуршидам апай.